Альхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Ассаламу алейкум, құрметті жамағат. Бүгінгі тақырыбымыз көркем мінезге қатысты. Расында адам баласының бойында көркем мінез бар болатын болса, ол оның діннің кемелдігін, арлы абыройлы екендігін, дұрыс адам екендігінің үлкен бір белгісі болатыны баршамызға белгілі. Енді көреміз, соған байланысты Алла тағала Құран Кәрімде «Ва иннака ла аля хулуқин азим» деген пайғамбарымызға сен расында үлкен ұлы мінез құлықтың иесісің деп айтқан. Бұл деген сөз жалпы адам баласы жақсыға да жаманға да еліктеп жүреді әрдайым. Жақсыны көрсе жақсыға еліктеуі мүмкін, жаманды көрсе жаманға да еліктеуі мүмкін. Соның үшін жақсыға еліктегендер, жақсының артынан ергендер үнемі жақсылыққа жететіндігі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды Алла тағала әдейі көркем мінез құлыққа ие қылып, адамдардың алдына үлгі болатындай қылып қойды. Мінекей, үлгі алатын болсаңдар, осы адамнан үлгі аласыңдар деп көрсетті. Енді біз бір нәрсені білейік, бұл көркем мінез деген нәрсе пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның келуімен пайда болған дүние емес негізінде. Ол одан да бұрын бар еді. Адамзат пайда болғалы бері көркем мінез деген нәрсе адамзаттың арасында бар. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің хадис шарифінде «Иннама бу'исту ли утаммима макаримал ахлақ». Мен көркем мінезді толықтыру үшін жіберілдім деп айтқан. Яғни жаңадан пайда қылу емес, бар нәрсені толықтыру, кемеліне келтіру. Өйткені ли утаммима дегені кемеліне келтіру үшін деп айтып жатыр. Бар нәрсені толықтырып жетілдіру екендігі. Енді осы жерде көреміз, біз көбінесе жақсы мінез деген уақытта адамның әдептілігін, арлы намысты болуын, сондай нәрселерді ғана есептеп қоямыз негізі. Бірақ бұл барлық нәрсені толық қамтиды. Адамның істеп жүрген іс-әрекетін де қамтитын нәрсе. Мына кезінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ислам дінін уағыздаған уақытында Мекке алынған уақыты келеді. Сөйтеді де әйел кісілерден ант алған мұсылманшылықтарына байланысты. Сол кезде әйелдерге шарт қойған: Аллаға ортақ қоспайсыңдар, ұрлық жасамайсыңдар, зина жасамайсыңдар деген секілді шарттар қойып жатқан кезінде Хинд деген әйел, бүкіл әйел кісілердің атынан сөйлеп тұрған сол әйел айтады: сонда арлы намысты әйелдер зина жасайтын бет деп айтқан жаңа. Демек не екен? Қоғам бұзылып кеткен еді деген сөздердің барлығы айтылып жатқанмен, іште арлы намысты әйелдердің болғандығы әлі көрініп тұр. Бұл не екен? Арлы намысты болу деген нәрсе жақсы мінез құлықтан деп айтқан. Ол жақсы мінезді ұстанған, арлы болған, әдепті болған адамдардың қанша қоғам бұзылып кетсе де бар болғандығын осы жерден көретіндігіміз. Яғни ең қатты шектен шыққан жахилет деген дәуірдің өзінде бұл оқиғалардың орын алып жатқанын көріп отырмыз. Атақты ғұлама Хасан Басриден көркем мінез деген не деп сұраған уақытында күш-жігерін жұмсау, кешірімді болу, төзімділік жасау деп айтқандығы бар. Мінекей негізгі көркем мінез деп. Имам Табари көркем мінез әдептіліктің ең жоғарғы сатысы дейді. Адам баласы негізі көркем мінезге жету үшін бірінші әдеп, тәрбие дегенді үйрене келе, соны енді кемелденіп адамның ішіне орныққан түрі көркем мінез болады ғой. Сонда адамға орныққан уақытысында оның тұла бойы соған сай болады да көркем мінездің егесі болып шығуының себебі де сол болады. Мына Әл-Фараби бабамыздың адамның басына қонған бақыттың тұрақты болуы жақсы мінез құлыққа байланысты деп айтқандығы да осы екенін көреміз. Мінез жақсы болса, оның жаңағы дүние мүлкі де Алла тағаланың басына берген бағы да оған қонымды болады, сіңімді болатындығы. Соның үшін де үнемі дініміз осы көркем мінезді болуға қарай талпындырғандығы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің бір хадисіне былай дейді: «Акмалул муъминина иманан ахсанухум хулуқан». Мұъминдердің иман жағынан ең кемелі ол мінез құлқының кемел болғандары дейді. Осы хадисте көреміз, мінез құлық деген кезде
иманның кемелдігі деп сол нәрсені көрсетіп жатқандығы. Бір адамды істеп жүрген іс-әрекеттері, жасап жатқан құлшылық ғибадаттары көркем мінезге алып бару керек. Дүниедегі, тіршіліктегі оның көрсеткіші осы болып есептеледі. Бізде де осындай бір түсінік бар ғой. Адам намаз оқитын болса, ол жақсы адам болу керек, шарт қояды дейді. Жақсы адам болу керек намаз оқитын адам, ұрлық жасамайтын, өтірік айтпайтын, сенімді деген секілді шарттар. Бұның бәріне екен құлшылық ғибадаттың нәтижесі осы болу керек, жемісі көрінген. Жақсы мінез құлыққа жеткізу керек адамды. Өзгелер көрген кезде сенетін деңгейде болу керек екендігі. Біз адам баласы жалпы асығыс адамдармыз ғой. Бір нәрсені жасайтын болсақ, бірден болып кеткенін қалаймыз, кез келген нәрсені. Мысалға, біреу намаз оқып, ораза ұстауды бастаса, бірден әулие болып кету керек сияқты, одан сондай бір талап күтеміз. Біреу бір сауда ашатын болса, ақшаны күреп тауып кеткісі келеді. Бүгін ашып, ертең байып кеткен. Ол ондай нәрсе мүмкін емес қой. Ондай асығыстық деген нәрсе жоқ. Әр нәрсе өз уақытысымен келетіндігі. Бұл оған біраз уақыттың керектігі. Мысалға, біздің оқып жүрген намазымызды қарайтын болсақ, расында намаз арсыздықтан, Аллаға қарсы келуден, жаман істерден тыят деп айтқан. Оны намаз бастаған адам бірден тыйыла қоймайды. Уақыт керек. Оқи намазы сіңеді, өзі жаман істерден аулақ бола болса, белгілі бір уақытта адам бір деңгейге келіп орнығатындығы. Оразаны көретін болсақ, ораза ұстаған адамға не деп айтып жатамыз? Ораза ұстаған адам біреумен жанжалдасуға болмайды. Біреудің артынан ғайбат айтуға болмайды. Сондай нәрселерді айтып жатамыз. Біреу сізге ауыр сөз айтса, мен оразамын деп айт деген. Бұның барлығы не екен? Уақытпен қалыптасады осылай. Бір айлық ораза келген кезде, бір адам бір нәрсені үйреніп шықса, сонда бір айлық оразаның нәтижесі сол деген сөз. Мысалға дейік, сабырлықты үйренді адам. Қазақта аш адам ұрысқақ, ауру адам тырысқақ деген. Ол адам аш адам ұрысқақ болады. Көрінгенмен ұрысқысы келіп тұрады. Сол ұрыспауды, сабыр сақтауды үйренетін болса, бір ай аш жүрген уақытысында өзі шыдамдылыққа, төзімділікке үйренсе, ол қарны тоқ, бұлай ыңғайлы уақытта жүрген кезде ешкіммен ұрыспайды ол. Некен? Оның бір көркем мінез жаймен қалыптаса бастады деген сөз екен. Соның үшінде құлшылық ғибадаттарда әр жылында бір нәрседен болсын үйренетін болса, адам уақыт өте келе кемел мінез құлыққа жететіндігін көреміз. Енді бұл мінез құлықтың жақсы болу үшін бірнеше нәрселер бар, енді үйрену керек болған. Соның үшінде бірнешеу келтірілген мына жерде. Ең біріншісі, Алланың елшісін өнеге ету деп айтқан. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды үлгі тұту. Міне сонда бұл ең бірінші көркем мінез құлыққа жеткізетін істердің бірі осы дейді. Жалпы адам қарап тұрып өздігінен көркем мінезді болып кете салмайды. Біреуден елік үйренеді, сөйтіп барып, жаңағы соған жететіндігі. Абайдың сөзінде адам баласына мінез құлық үш түрлі адамнан жұғады дейді. Бірінші ата-анадан, екінші ұстаздан, үшінші құрбы жолдастарынан дейді. Қайсысын көбірек жақсы көрсе, содан көбірек өтеді деген. Көбірек содан жұғатындығы адамға. Демек, адам жақсы көрген адамнан үйренетіндігі. Ал Құран кәрім біздерге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан үйрену керек екендігін, өте көркем, ұлы мінез құлыққа еге екенін көрсетіп тұр. Мына Ахзаб сүресінің 21-ші аятында «Лақад кана лакум фи расулиллахи усватун хасанатун лиман кана ярджуллаха вал яумал ахир ва закараллаха кафира». Расында Алланы және ақырет күнін, сондай-ақ Алланы көп еске алатын адамдар үшін Алланың елшісінің бойында ең көркем үлгі өнегелер бар деген. Үлгі алатын адам алсын деп. Бұл жерде қараңыз, тағы бір артынан шарт келтіріп жатыр. Алланы және ақыретті қалайтын адамдар. Және Алланы көбірек еске алатын, зікір ететін адамдар дейді. Бұлар үлгі алады деп отыр. Демек, бұл жердегі негізгі көздеп айтылып тұрған мұсылман адамдар екендігі. Мұсылмандар пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламнан үлгі алсын деп. Айша анамыз бар, пайғамбарымыздың әйелі. Сол кісіден келіп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның мінез құлқы туралы сұраған. Оның мінез құлқы қандай еді деген кезде, «Аласта тақраул Құран», сен не Құран оқымайсың ба? «Фа инна хулуқа набииллахи саллаллаху алейхи вассалама канал Құрану». Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның мінез құлқы
Құран еді деп айтқан. Яғни Құран кәрімде бір мұсылман адам қандай болу керек екені айтылған болса, сол еді деп айтқан. Ол мінез құлық Құран еді деген сөз, екі аяқты Құран деп аталуының себебі де сол еді. Құранның үкімін негізгі орындаған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның болғандығы. Соның үшін біздерге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өте үлкен үлгі және өнеге екен. Бір күні мынандай бір оқиға болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның алдына бір бәдәуи адам келеді. Бәдәуи деген шөл даланың адамы ғой. Оған еш нәрсе қызық емес. Қазіргі заманның патшасының аты кім десеңіз білмейді оны. Оның бір түйесі бар, бір қылышы бар қолында, шөл далада сандалып жүрген адам. Сондайдың бірі пайғамбарымызға келіп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам үстіне бір қалың шекпен киіп тұрған еді дейді. Соны шекпен қатты тартып мойын қылқындырған уақытында ізі түсіп кетті кәдімгі дейді. Сонда өзіне қарай қатты жұлқып тартып пайғамбарымызға айтады: анау қазынадан маған дүние бер. Мына екі түйемен келдім, екі түйемді дүниеге толтырып бер. Ол сенің және әкеңнің малы емес қой, ол жердегілер деп айтады. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тоқтап қалады да, қалқынып тұрған жерінен қолын алып тастайды да, ана кісіге айтады: мына сенің істегеніңді өзің істесем қалай болады дейді. Жоқ, керек емес ол дейді. Не үшін деген кезде, өйткені сен жамандыққа жамандықпен қайтармайсың дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қарап тұрады да, жанындағы кісілерге айтады: мынаның бір түйесіне арпа, бір түйесіне құрма артып беріңдер, жолына шықсын деп айтқан. Демек көреміз, адам ондай жазықсыздан жазықсыз келіп қылқындырып жатса, қолыңдағыны бер, сенің және әкеңнің малы емес бұл деп жатса, адам бірден ашуланады ғой. Бірақ ана кісінің бәдәуилігін ескеріп, ондай нәрсеге бармағандығы, сұраған беріп жібергендігі. Ал шынында қарасаңыз, оны жұлқылап өзіне тартып қылқындырған уақытында кәдімгі ізі қалды деп айтқан киімнің. Бұл бірінші нәрсе, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды үлгі қылып алуы. Екінші нәрсе бар, білім үйрену арқылы дейді. Білім үйрену деген нәрсе оқу арқылы адам баласы өзгелердің, ұлы тұлғалардың өмір баянын оқу арқылы да өзіне жақсы қасиеттерді жинай бастайды. Бұл өте маңызды. Ислам дініміз келген уақытысында ең бірінші адам баласын баршасын сауатты қылуға талпынғандығын көреміз. Мынау Хазірет Омардың мұсылманшылықты қабылдауы барысын көретін болсаңыз, сол жерде бір оқиғаларда мынандай әңгіме өтеді. Мекке қаласында сол кезде оқу жазу білетін 14 адам бар еді, соның бірі Омар еді деп мақтаған. Демек не екен, бір қалада оқу жазу білетін сауатты 14 адамның болғандығы. Соның бірі Омар деп мақтап жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам келгеннен кейін білім жалпылама берілу керек деп жаңағы баршасын үйретуге талпынғанды. Құранды барлық адамға бөліп жармастан, ақ қара деместен, бай кедей деместен барлығына жаппай үйреткендігін көреміз. Тіпті Бәдір шайқасында қолға түскен тұтқындардың арасында кім оқу жазу білетін болса, мына жақта 10 адамға оқу жазу үйретсе, ол оның азаттығы болады, босатып жібереміз деп сауатты ашуға қарай талпындырған, білім үйретуге қарай. Бұны не екен? Құран кәрімде Алла тағала Юсуф пайғамбардың оқиғасын ұзағынан келтіреді. Енді Юсуф пайғамбар білесіздер, 12 бауыр болған. Сонда Юсуфты бұлар құдыққа тастап, кейін оны сатып жібергеннен кейін ортада біраз уақыттар өтеді. Жаңа біраз ұрып соққыға жыққан еді. Сонда ортада біраз уақыт өткеннен кейін жаңа бауырлары Юсуф пайғамбардың алдына келген. Ол ана Мысырды билеп тұрған уақытысында уәзір болып. Сол кезде соның алдына келген кезде Юсуф пайғамбар жаңа өзінің бауырларына қарап айтады, олар бұны танып тұрған жоқ. Сол кезде «Қала хәл алимтум ма фаалтум би Юсуфа ва ахихи из антум жахилун». Сендер ана білімсіз жахил кездеріңде Юсуфқа және оның бауырына істегендеріңді білесіңдер ме дейді. Не істегендеріңді деп сұрап жатыр. Сонда осы жерде білімсіз, надан, жахил деген мағыналар қолданып отырған. Қараңыз, білімсіз уақытында, еш нәрсе білмейсің кездеріңде не істегендеріңді білесіңдер ме деп жаңа. Естеріңде ме сол нәрсе деп сұрап жатыр. Демек адамды дөрекілікке, жамандыққа итермелейтін, алып баратын нәрсе біріншіден білімсіздігі деген. Бірақ бұл нәрсені де бөліп қарастырады. Өз жалпы оқыған деген бар, одан кейін тоқыған деген бар. Оқыған адам ол теория түрінде оқып білуі мүмкін. Ал енді тоқыған деген өмірден көргені бар адамның.
практикалық жағынан. Тоқыған ол оқығаннан да маңызды, өйткені өмірде көріп өткізген нәрселер. Соның үшін не екен, адамның көп көргендігі маңызды. Үлкен кісілердің де айтқан ақылының маңызды болуының себебі де сол. Көргені бар өмірде, түйгені бар, сол нәрсені былай деп айтқан кезде негізгі нүктені қоюы. Енді көреміз, бұл нәрсе адамды көркем мінезге жетелейтін бір іс болып тағы да есептелетіндігі. Құран кәрімде білімділерді мақтаған уақытында иннама яхшаллаха мин айбадихил улама дейді. Расында құлдарының арасында Алладан лайықты түрде қорқатын ол ғұламалар деп айтқан. Білім иелері. Тақуалық та сол біліммен келеді. Кейде бізде білім үйренудің керек жоқ, тақуа болу керек деп айтып жүрген адамдарды естіп қаласыз. Білімсіз қандай тақуалық болады? Білім деген нәрсе, бір нәрсені оқып, үйреніп барып соны жасау деген ол маңызды нәрсе сол. Біліп жасау мен білмей жасау екеуі екі түрлі нәрсе. Адам тақуа деп ойлайсыз, бірақ ол білместікпен тақуалық деп басқа нәрсені жасап жүрген болуы мүмкін. Мына бір қисса айтылады. Екі бауыр болған екен, екеуі намазын оқып жүрген адамдар. Енді содан бір үлкені айтады, мен барып білім оқимын дейді. Сөйтіп білім оқуға кеткен екен, 10 шақты жылға жолға шығып кетеді. Екінші бауыр енді үйінде қалған, сол намазын оқып жүреді. Бір күндердің бір күні келген кезде тышқанның баласы бар ғой, кішкентай. Соны өлтіріп қойған екен. Соған жаны ашып, енді мына тышқанның баласын өлтіріп қойдым, енді Құдайда маған мейірімі түссін деген ниетпен жаңағы тышқанды мына салафан секілді бір неге орап, басына сәлдесінің ішіне салып қойған екен әдейі. Соған құрмет қылайын, сонда Құдайда маған мейірімі түсер деп. Сонымен 2 жылдай уақыт жүрген екен басында. Кейін бауыры оқудан келген уақытысында білімін алып сол нәрсені айтады. Міне мен осындай нәрсе жасадым. Анаған деген тышқанға деген мейірімнен дейді. Сонда бауыр айтқан, қанша уақыт басыңда сәлденің ішінде тұрды дейді. 2 жылдай дейді. 2 жылдық намазыңды қайтадан оқы деген. Өйткені ол нәжіс болып есептеледі, намаз қабыл болмайды одан деп. Демеген екен, адам мейірім деп ойлау мүмкін, бірақ білмесе, жаңағыдай кері нәрсені жасау мүмкін екен. Соның ішінде ол өте маңызды. Және 4-ші нәрсе бар, бұл жаңа мінезі жақсы болған жақсы адамдармен араласу дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің хадис шарифінде ар-раджулу аля дини халилихи фальянзур ахадукум ман юхалил. Кісі өзінің досының дінінде болады. Әр адам кіммен дос болып жүргеніне қарасын деп айтқан. Бізде қазақта сен маған досыңды көрсет, сенің кім екеніңді айтайын деген сол болады. Машхур Жүсіптің сөзі бар. Ат пен есектің қорасы бір болса, мінездес болады екеуі деген. Енді сонда қарайтын болсақ не екен? Кім кіммен жүретін болса, кімдермен араласатын болса, солармен мінездес болатындығы үнемі. Ол солардың бір екендігін көрсететінде осы. Соның ішінде жақсы адамдармен, ізгі адамдармен араласу дейді. Ондай кісілер келген болса, солардың әңгімесін тыңдап, жанында отыру деген нәрсе, бұл үлкен ғибратты іс, адамға өте пайдалы екен. Имам Ғазалидің айтқан сөзі бар, барлық жамандық нашар мінез құлықты адамдармен сұхбаттас болудан болады дейді. Жаман адамдармен сұхбаттас болған адам бүкіл жамандықты сол жерден жинайды екен. Соның ішінде бір жамандықты айтса, ондай адамдарды құптап, жанында отыру дегеннің өзі де шариғатымызда бұл құпталмаған, болмайды деп тыйым салынған істерден екенін көреміз. Соның ішінде ғалымдарымыздың баршасы осы тұрғыда жүріп жатқанын көреміз. Тек қана жақсы жағына қарай бағыттауы үнемі. 5-ші нәрсе бұл дұға жасау дейді. Үнемі Алла тағаладан тілек тілеп отыруы. Біз кейде мынау балаларымыз тәрбиелеген кезде де айтамыз, мен баламды ақылы оқуда оқытып жатырмын, тәрбиесін беріп жатырмын деп адамдардың айтып отырғанын көресіз. Тәрбие беру керек. Рас жаңағыдай жақсы жерде оқыту керек болса, оқыту керек. Бірақ соңынан Алла тағаладан тілеу керек. Ей Алла, осы балама сана бер, адам қыл осыны деп, өзінен емес Құдайдан деп біліп, Алладан жәрдем сұрау үнемі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің хадис шарифінде Аллахумма кама ахсанта халқи фахассин хулуқи. Ей Алла, менің мына келбетімді көркем қылып жаратқаның секілді, мінез құлқымды көркем қыл деп Алла тағаладан тілегендігін көреміз.
Расында адамның сыртқы бейнесі ең көркем жаратылыс қой, оған теңдес еш нәрсе болмайды. Осы жерде мен бір жақшаның ішінде бір тақырыптан тыс бір нәрсе айта кеткім келіп отыр. Құран кәрімде бір шарт бар. Радиаллаху анхум ва раду анх дейді. Олар Аллаға риза болды, Алла да бұларға риза болды дейді. Сахабалар туралы айтқан кезде Алланың ризалығы болу үшін адамның да ризалығы болу керек екендігі, Құдайға деген. Қазіргі уақытта да бір адамдар шығып жатыр ғой, өздерінің жынысын өзгерткіштер. Алла тағала оны еркек қылып жаратса, еркек болуға намыстанып, арланып, әйел болуға талпынып жатқандар. Әйел қылып жаратқан болса, Алла тағала ол еркек болуға талпынып жатқандар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның лағнет деген нәрсесі ол, біріншіден. Екіншіден, бұл тағдырына наразылық деген сөз. Құдайға ол риза болмаса, Құдай маған риза болсын деген қайдан ол? Ол мүмкін емес нәрсе. Алла риза болу үшін адам да Алла тағаланың оны жаратқан тағдырына разы болу керек екендігі. Бұл өте маңызды. Соның үшін бұл не екен? Бұл да Алла тағаланың тағдырына бас ию деген, Алланың әмірлерін құрметтеу, дінін құрметтеу деген бұл үлкен көркем мінез құлықтан бұл есептеледі. Адамның бойындағы ең үлкен жақсы қасиет. Ал енді наразылық деген ол өзінен басқа ешкімге зиян келтіре алмайды. Ол Алла тағалаға наразы болған адам Құдайға бір зиян тигізе алмайды. Тек қана зиянның барлығы өзіне болады екен. Соның үшін мұсылман адам мұндай нәрселерден аулақ болу керек. Алла тағала ер кісі қылып жаратты ма, разы болыңыз. Әйел кісі қылып жаратты ма, әйелдігіне разы болсын. Міне негізгі адамның табиғаты осы екен. Шәкәрім Құдайбердіұлының айтқан сөзі бар: ауру тек денеде ғана болмайды, мінезде де бар. Егер біреуден жаман мінез көрсең, оған Алладан шипа сұрап дұға жаса. Оған жабысқан кеселден сені сау еткен Аллаға мақтау айт дейді. Бұл не екен? Ауру руханида болатындығын айтып жатқандығы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің бір хадис шәрифінде айтады: «Ма мин шайин асқалу фи мизанил муъмини яумал қиямати мин хуснил хулуқ». Қиямет күнінде мұсылманның таразысында ең ауыр басатын көркем мінезден асқан еш нәрсе болмайды дейді. Демек, адам баласы, әсіресе мұсылман адам, құлшылық ибадатын жасап жүрсе, түрлі жаңағы уағыз насихат тыңдап жатса, Құран кәрімді оқып, сүннетті үйреніп жүрген болатын болса, өзін түзеуге талпынуы. Кейде біз айтып жатамыз ғой: мен осындаймын енді, болды, бұдан артығы жоқ деген нәрсе да. Мен осындаймын деген нәрсе жоқ, мінез өзгереді. Адам талпынатын болса, талпынысына қарай мінезі өзгеріп отырады. Ана Абайдың сөзінде: егер закон қуаты қолымда болған адам болсам, мінез өзгермейді деген адамның тілін кесер едім деп айтқан. Бұл деген сөз неге? Мінездің өзгеретіндігі. Мен осындаймын, болды деген нәрсенің жоқтығы. Бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір жорықтан қайтып келе жатады. Соғыстан келе жатқан уақытында Мадина қаласына жақындаған кезде айтады: кіші джихадтан үлкен джихадқа келе жатырмыз деп айтқан. Сонда сахабилер: я Расулалла, мына соғыстан асқан үлкен джихад бола ма деп айтқан. Сонда үлкен джихадтың өзінің нәпсімен болатындығы деп айтқан. Енді нәпсімен күрес, нәпсімен джихад дегенді қалай түсінеміз? Адам өзіңіздің сараңдық бір мінезіңіз бар болса, одан арылуға талпыну. Көре алмаушылық болса, одан арылуға талпыну. Сабырсыз болсаңыз, сабырлы болуға өзіңізді өзіңіз үйрету деген нәрсе. Бұл өте ауыр нәрсе. Өзімен өз жұмыс істеу, осыны ең үлкен джихад деп атағандығында көреміз. Бұның барлығы не екен? Мұсылман адамның өзінің негізгі бас пайдасы екен, өміріне тікелей қатысты нәрсесі. Дүниеде өзге адамдармен қарым-қатынасы жақсы болуына мінез құлық өте көп әсер еткен болса, ақырет күніне барған кезде жәннатқа кіруіне, жақсылық таразысының ауыр басуына ең үлкен себеп болатын істерден екен. Абайдың сөзімен иншалла уағызымыз тамамдайық. Хакім Абай айтады: адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселермен озады. Одан басқа нәрселермен оздым ғой деудің барлығы да ақымақтық деп айтқан. Алла тағала баршамызға көркем мінезді болуды нәсіп етсін. Субханакаллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк.